Ассалаумалейкум қазақ елі. Қандай витамин бересіз деген сұрақ бар екен, соған. Аптасына не 3 күнде бір мәрте тұз беріледі. Бір сыңары уыстан әрбіріне. Бор беріледі. Бор дегеніміз мына мел. Мына қасықпен үйеме толтырып отырып барлық бұқаға беріледі. Сосын мынандай бір универсал дейміз ба, яғни қарасаңыздар, құрамында кальций, мырыш, темір, селен бәр түр мына жерде химиялық элементтердің алтынша қысқартылған жазуымен тұр. Бұны Джеки Чан, қалқан құлақ, просли, со секілді кішкентайларға береміз, өсуіне және аяқтан кетіп қалмауына ұзақ тұру керек қой. Олар ұзақ тұру керек. Кішкентай 200 килограмма толу үшін 6 ай, 7 ай, 8 ай тұру керек. Ал енді оған тек қана жем болса, аяқтан кетіп қалады. Бор да соған жақсы көмектеседі, сіңіріне. Сондай. Енді бір витамин, мұны калфосфатник. Бұл да жаңағындай өте кішкентайларға беріледі, осы екеуі. Ал енді мыналар үлкен кішінің бәріне беріледі. Тұз да, ас содасы да бәріне үлкен кіші демейді, беріледі. Енді мыналар азырақ беріледі, қасықпен толмайды. Себебі бұның күші жоғарырақ, бағасы да қымбатырақ. Мынау да солай. Енді мына мел көп беріле береді, ас содасы көп беріле береді. Тұз жарты уыс беріледі. Мына жерде кальций деген бар, 3 түрлі кальций деген. Бұл 50 килограмдық мынандай салапанның ішінде, сыртында ешқандай марка болмайды. 50 килограмм талды қорғанда 15 000 теңге. Менде әзір қалған осы гене. Бұл бітсе алмаймын да. Оның орнына мына мелді ала берем. Сол. Енді мен мыналарды апарып айтқандай беретін болам. Енді беру процесі жалғызлық болғандықтан жүктелмейді, қолым тимейді. Жаңа айтып көрсеттім. Мынау мен мынау кішкентайларға беріледі, қалғаны бәріне общий беріледі. Мынау мен мынадан басқасы қасықпен тола-тола беріледі, мынау азырақ беріледі. Сау болыңыздар. Видео ұнап жатса, мүмкін болса аптасына бір қалтаңыз көтерсе күніге берсеңіздер зиян болмайды, күніге бір мәрте берсеңіздер зиян болмайды. Бірақ тұзды күніге беруге болмайды. Тұз құрамы асып кетсе бүйрек бауырын құртады. Ол өте опасный. Мыналар бүйрек бауырын құртпайды. Бұлар керісінше витамин жиылғанша жеу керек, бірақ бұлар қымбат болғандығы себепті мен аптасына 3 күнде бір беремін. Қазір мынау бітейін деді, мына біреу ғана қалды, мынаның ішінде жартысы қалды, негізі бітейін деді. Менде әзір көп болып тұрған мына мел, арзан. Бұл мелден тағы біреу бар. Бұл мелді негізі көп жеу керек, аяқтан кетпеу үшін пайдасы тиеді. Аяғы майысып кетеді, жатқан орнынан тұра алмай қалады, салмағын көтере алмай. Сіңірін сарсу алады, суық ұстайды, ревматизм болады. Соның бәріне мелдің негізі құрамы бор деп ойлаймын, осы көмектеседі.